Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет ыдыстың бетіне арналған жапқыштық үйренетін боламыз. Үйлеріңізде кез келген ыдыстың бетіне тігіп алсаңыздар болады. Нан ашытқан кезде бетін жабуға, тамақтарыңызды тоңазытқышқа салған кезде бетін жауып қоюға өте пайдалы. Бұны сіздер дақ матасынан тігіп алсаңыздар жөн. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Видео соңында керемет лайфхакпен бөлісетін боламын. Ал ендеше бастайық достар. Бізге тік төртбұрыш матамыз қажет, ыдысымыз қажет болады. Резинка өте созылмалы болуы қажет. Қайшы, бейка керек шетін өңдеуге. Және де карандаш. Келесі кезекте матамызды ішкі бетіне айналдырып, ыдысымызды үстіне қойып, дөңгелек етіп сызып аламыз. Осы сызған бойдан астына қарай 6-7 см түсіп, дөңгелектеп сызып шығамыз. Енді осы сызғанның бойын қиып шығамыз. Енді осы қиып алған матамыздың шетіне айналдыра бейкамызды тігіп алатын боламыз. Шетін міндетті түрде 1 см-ге қайырып, басында закрепка жасап, айналдыра бейканы тігеміз. Бейканы тігіп алғаннан кейін достар, міндетті түрде екінші рет айналдыра тігіп шығыңыздар. Тігіп болғаннан кейін бейкамызды ішкі бетіне айналдырып, шетіне 1-2 мм қашықтықта тігіс түсіреміз. Тігіп болғаннан кейін достар, жақсылап үтіктеп алыңыздар. Енді ыдысымызды алып,
осының көлемін айналдыра резинкамен өлшеп аламыз. Резинкамызды өлшеп алғаннан кейін тең ортасынан бүктейміз, ортасын табу үшін. Мінекей ортасын таптық. Енді ортасынан 1 сантиметр алыс алып қиып аламыз. Резинкамызды түйреуішке өткізіп, матамыздың ішіне кіргіземіз. Резинкаларыңыздың шетін ұстап тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей резинкамызды өткізіп болғаннан кейін бір-біріне айқастыра қосып, осы жерді тігіп аламыз. Резинкамызды өткізіп алғаннан кейін жақсылап орналастырамыз. Енді ыдысымызды алып, өлшеп көреміз. Мінекей тіккеніміз ыдыстың бойымен шақ келді. Жанынан қосымшасы да бар. Дәл осындайдың кез келген түрін тігіп алсаңыздар болады, достар. Өте керемет, пайдалы. Уәде еткендей, дәл осылайынан тігіп алып, ішіне картон қағаз қойып, ланч мат ретінде пайдалансаңыздар болады, достар. Сіздерге пайдалы болсам лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.